Балалар, мен нөмірі 9-шы Мерке колледжінің арнайы пән оқытушысы Айтбай Базарбай Сатыбалдықұлы. Мына егеменді еліміздің кең байтақ даласында астықты жинап жүрген ауыл шаруашылық машинасының бірін біздер дала кемесі дейміз. Дала кемесінің жалпы құрылысы менен оның жұмысын сендерменен өткен сабақта біздер талдағанбыз. Ал бүгінгі сабақта сіздерменен мақсатымыз осы комбайнның дестелегішінің жалпы құрылысын, оның қандай бөліктерден тұратын және реттеулерін көз жүгіртеміз. Керексіз бозбалаға талаптылық, әртүрлі өнер мінез жақсы қылық. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу құлақ қояр ұққанынша деп бүгінгі сабақты бастайық. Біздің дестелегішіміз мына комбайнның алдыңғы бөлігінде орналасады. Дестелегіштің жалпы құрылысы неден тұрады дегенге сұраққа жауап іздейтін болсақ, дестелегіштің негізгі құрылысы мына кескіш аппараттан, бұл бір, екіншісі қалбағайдан, үшіншісі бұра тасығыштан. Міне бұра тасығыш. Енді осы бүгінгі сабақта қаралатын үш механизмнің әрқайсысына бөлек-бөлек тоқтайық. Бірінші мына кескіш шалғыға тоқтайтын болсақ, кескіш шалғы дегеніміз біздер сіздерменен сабақта КС2-1, КСФ2-1, КДП4 деген арнайы табиғи және екпе шөптерді шабуға арналған шалғылардың құрылысымен бірдей. Енді бұның қандай бөліктен тұратындарына көз жүгіртіп көрейік. Бірінші, мынау саусақтардан тұрады, соның кескірден. Кескірдің арт жағында кескірлердің бәрі шекіменен арқалыққа бекітіледі, ал арқалық мына үйкеліс тақтайшасына, ал мына кескірді төмен қарай белгілі бір саңылауда ұстап тұру үшін зазор деп қоямыз, ұстап тұру үшін бастырғылар. Енді мұның реттеуін айта кетейін. Мұның реттеуінде мына кескіріміз мына саусақтың алдыңғы басы тиіп тұру керекті, артқы жағы 0,3-1,5 мм аралығында болу керек. Ондай реттеуді мына бастырғылардың астындағы пластиналарды алып, немесе мынаны балғамен ұру арқылы жетеді екенбіз. Ал енді осының қалай қозғалысқа келетінін мына комбайнның сол жағында орналасқан, жүріс бағыты бойынша сол жағында орналасқан бөлшектерге тоқталайық. Негізгі айланысты комбайнның алдыңғы бас берісінен алынады. Орысша передний контрпривод дейді. Алдыңғы контрприводтан шынжыр арқылы, мына шынжыр арқылы көріп тұрмын, шынжыр арқылы карданға беріледі екен. Карданды беріліс айланысты мына кривошипқа береді. Міне кривошип. Кривошиптен айланысты бұлғақ арқылы, міне бұлғақ, бұл жерде бұлғақ ағаш бұлғақ болып тұру керек екен. Мынаны енді темір бұлғақтан салыпты, одан мына күйентеге беріледі екен. Күйентенің басындағы шар тәрізді бекітпелерге, мына шар тәрізді, мынаның да шар тәрізді бекітпелерге шөчка деп қоямыз. Шөчкамен шалғының басы бекітіледі. Мына шалғының басы. Шалғының басы өзінің сырғымасында, әйтпесе үңгісінде ары бері жүріп тұрады екен. Іргелі кейінді қозғалысқа келтіретін осы мына біздегі күйенте. Күйентені қозғалысқа келтіретін мына кривошип. Ал енді мұның шалғының негізгі реттеуінің бірі момент зажигания деп қояды, жүріс жолы. Ол үшін шалғының кескірінің осін, мына шалғының кескірінің осін, саусақтың осымен дәл келтіремізді, кривошипті белгілі бір шегіне қоямыз. Или артқы жағына, или алдыңғы жағына. Мына жерде бір ескере кететін жағдай, кескірдің несі металы жоғарғы лигерленген болаттан жасалынады, ал мына саусақтар шойыннан жасалады. Қазіргі таңдағы комбайндарда осы саусақтар жоғарғы сапалы болаттардан жасалып жүр. Енді бұның тағы бір реттеуі, мына саусақтардың бәрі бір түзудің бойында тұру керек. Оң жағынан жіпті тартып, сол бағытына дейін жіпті тартып, арасындағы түзулікті тексергенде ауытқу 5 мм-ден аспауы шарт. Ал енді балалар, келесі біздің қарайтын сұрағымыз
қалбағай. Қалбағайдың негізгі атқаратын қызметі өсіп тұрған егінді кескіш аппаратқа беру. Кескіш шалғыға беру. Бұның негізгі құрылысы мынандай бөліктерден тұрады екен. Орталық құбыр, міне орталық құбыр, оңнан солға дейін. Бұл жатқаның ұзындығына байланысты. Егер жатқаның алым ені 4 метр болатын болса, орталық құбыр 4 метр болады. Алым ені 7 метр болатын болса, біздегі Джон Дирлар келіп атқан сияқты болатын болса, онда 7 метр болады. 4 метр комбайн болады, 5 метрлік болса 5 метр болады. Енді оның ортасында арнайы дискалар жиналатын тегіршіктер бар. Мына бұл комбайнда 4 екен, мына тегіршік 1, 2, 3, 4. Бұл тегіршікті қараңыздар, өздері жиналады, әрқайсысы бөлек-бөлек. Құрама. Бұл құраманың мына тегіршіктің басында сырғақ тұрады. Мына сырғақ дегеніміз подшипник. Мына жерде бізде бұрын ағаш подшипник тұратын, қазір пластмассовый подшипник. Бұл пластмассовый подшипниктерге айыр құбыры бекітілген. Айыр құбыры бізде 5. Мына 2, 3, 4, 5. 5 айыр құбыры. Бұл айыр құбырының мына айырлар бекітіледі. Енді нерде айыр құбырының басында кривошип бар. Міне кривошип көрсетіліп тұр. Кривошипқа екінші өсінен ауытқыған диск бекітіледі. Өсінен ауытқыған диск, міне ауытқыған, өсінен ауытқыған диск. Бұл да бір кривошиптік сияқты. Ол белгілі бұрышты жасап, мына жерде бекітпелер арқылы белгілі бұрышты жасап, қозғалыс жасайды. Мына бүйірдегі белгілі бұрыш дегеніміз қандай бұрыштар? Егіннің мысалы биіктігі орташа болатын болса, бұнда мына тістер айырлар тік тұрады екен. Жерге тік тұрады. Егер егіс алқабының бойы биік болатын болса, мына айырлар алдыға 15 градус алдыға тұрады. Егер егіннің бойы төмен болып жерге жатып қалатын болса, онда айырлар жерге тиіп тұратындай және 15 градус артқа қарай кетіп тұратын. Оның бәрі мына жердегі тегіршік енді білек арқылы жасалады екен. Ал енді шалғының мына қалбағайдың өсіндегі шалғыға түзулігі көтеріліп түсуі мына күбішелер арқылы екен. Оны басқару іштегі тракторист жүргізіп отырады. Ал алдыға шығаруы, не артқа тартуы мына тягалар. Мына тяганы босатамыз. Комбайнды алдыға қалбағайды алдыға жүргіземіз. Мынаны босатып ішке қарай кіргізсек, қалбағай бері қарай кіреді екен. Ол мына көлденең түзулігін реттейді. Көлденең түзулігін. Келесі комбайнның қалбағайының негізгі айланысы 16 айналымнан 46 айналым минутына жасайды. 16-дан 46-ға дейін жасайды екен. Ол ненің арқасында ондай айланысқа біздер жетеміз. Оның арқасында біздер айтамыз, мына карданды берілістен кривошиптің бір шетін көрдіңіздер ме? Жұлдызша бекітілген. Ол жұлдызшадан тарту жұлдызшасы екінші мына вариаторға кетті жұлдызша. Вариатордың ішінде мына жерде күбіше бар. Міне күбішеге міне күбіше көрініп тұр. Күбішеде мына белдік тұр. Мына белдік жоғарғы вариаторға бекітіліп тұр. Жоғарғы вариатордың сыртқы жылжымалы ергезері, серіппе арқылы қысылып тұр. Міне көрініп тұр өзі серіппе арқылы қысылып тұр. Серіппе мына гидроцилиндрге май келген кезде, мына күбішеге май келген кезде мына дискі ашылады, мына жоғары қарай қысылады. Егер мына ішінде майды кері қарай былай қарай итеретін болса, мына дискінің өзін, мына диск ішіндегі диск тартылады. Сыртындағы ергезер тартылмайды. Сыртындағы мына диск тартылады, ішке қарай тартылса, мынау қысылады, мынау ашылады. Сонда мына неміздің бізде айланысы азаяды. Қазіргі таңда айланысы мұның аз болып тұр. Себебі асты кіші, үсті үлкен. Енді мынадай жағдай. Бұл жерде бізде келесі қаралатын сұрағымыз бұрат асығыш. Міне бұрат асығыш. Бұрат асығыштың өзі цилиндр тәрізді күбішеде шырматыла орнатылған спиральдар міне бекітіліп тұр. Ар жағынан көрейік. Және ортасында саусақты механизм тұр.
саусақты механизмін, саусақтарды көрсетіңізші, міне саусақтар. Көрдіңіз бе? Ширатыла тартылған спираль, сонан кейін мына саусақтар тұр. Саусақты механизмде астықты, жиналған астықты ар жағындағы көлденең транспортер дейді, наклонный камера соған береді екен. Енді бұл мұра тасығыш айналысты қайдан алады деген сауалға жауап беріп көрейік. Мұның да айналысы комбайнның алдыңғы бас берісінен передний контрпривод деп қоямыз. Шынжырдан карданға берілді. Карданнан мына жерде кривошепқа берілді. Кривошептен шынжыр жаңа қарасаңыздар, мына жұлдызшаға беріліп тұр. Бұл жұлдызшаның ортасы, мына ортасындағы жұлдызшаның өзі бекем неге бекітілген? Оське бекітілген, мына қараңыздар, оське, мына оське ненің бұра тасығыштың осіне бекітілген. Екі шетінен темір диск мына қойылғанда, ортасында мынаның үйкеліс дискісі бар, диск эфириді доқ қояды. Егерде бір сыртта бір заттар тіреліп қалатын болса, мына шиыршыққа тіреліп қалатын болса, әлде масса көп болатын болса, мына жердегі ірініс бізде тығылыс айланаттағы бұра тасығышты сынудан сақтайды екен. Енді тағы да бір жаңағы мына қалбағайда ұмытып кеттім. Қалбағайда да тура сондай міне үйкеліс сақтандырғыш механизмі тұр. Комбайнның мына мотовиласының айырынан төмен қарай 10 килограмм салмақпен басқан кезде мына жердегі ілініс муфта деп қоямыз, айлануы шарт. Енді балалар, бұл жердегі біздердің тағы бір көңіл аударып қарайтын мәселеміздің бірі комбайнның осы егін астығын жинау кезіндегі астықтың мына бұра тасығышқа жиналып қалуы. Жиналатты кері қарай қалбағайымыз лақтырып тұрады, мына егіс камера тартпайды. Оның себебі не? Оның себебі мына біздегі бұра тасығыштың саусақтарының төмен тұруы. Ол қайдан реттеледі? Ол комбайнның дұрыс бағыты бойынша оң жағындағы орналасқан иін тірек арқылы. Мына жерде сендерге өте жақсы көрініп тұр. 4 қатырмамен, біреу, екеу, үшеу, төртеу төбесінде міне реттегіш болды тұр. Осылардың бәрін көтеріп, жоғары қарай көтеретін болса, комбайнның бұра тасығышы өзінің жатқыдан жоғары көтеріледі, ал төмен түсіретін болсақ, төмен түсіреді. Мына тұрған иін тірек, мына тұрған иін тірек комбайнның саусағын шығаруға реттеуге болады. Егер мұны жоғары көтеретін болсақ, саусақ шығады. Егер төмен түсіретін болсақ, саусақ ішіне қарай кіреді. Мына жерде бір қатырма, екі қатырма. Қатырманы қалай босатамыз, солай саусақта механизмнің саусақтарын шығаруға мүмкіндік бар. Жатқының дестелегіштің қалбағайының көтеріліп түсірілуі мына көбіше арқылы. Көбіше арқылы мына жерге май келеді, көтеріледі. Кабинадан комбайнер басқарып отырады, майды жібереді, көбіше төмен түседі. Комбайнның несі? Бағана сіздермен айланысын өтіп кеттік. Алдыға қарай шығуы мына тяга арқылы. Қазіргі таңдағы комбайндарда жатқаны мына қалбағайды алдыға шығару, артқа кіргізу кабинадан гидроцилиндр арқылы басталады. Оған да біздер сіздермен тоқтаймыз. Ал енді негізгі құрылысы дестелегіштің осы екен. Егер сіздер бүгінгі өткен сабақта түсінбеген сұрақтарыңыз болса, басқа да сұрақтар туындап қалса, әйтпесе көмекші болып істеген кезде осындай бір ақаулар кездесіп еді, оларды қалай жою керек болатын болса, чатқа шығып сөйлесіп, сұрақтарыңыз болса бере берулеріңізге болады. Бүгінгі сабақты зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта аман есен жолыққанша сау саламат болайық. Рахмет.